Бірінші президенттің отбасына қатысты сіз антикорда жүрген кезде қандай да бір тергеулер басталып па еді, заңсыздықтар анықталып па еді? Жоқ, бірінші президенттің отбасы мәселе болды, сол жаққа вообще қарамаңдар, ешқандай сұрақ қоймаңдар, бастарын екі емес. Сондықтан біз үшін жабық тақырып. Түркістан туралы ештеме айтпасаң, 3 бөлмелі пәтер мен 70-ка Камри. Қазынаға 1 триллион теңге ақша түседі. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, ардақты ағайын. Нартай Аралбайұлы каналында сұхбат, кезекті сұхбат болғанмен бүгін елге, халыққа айтары берер өте мол интервью болады деп ойлаймын. Өйткені біз Қазақстан Республикасы деген мемлекетте үйрендік. Шенді шекпенділер, шенеуніктер республикалық бюджетті, жергілікті бюджетті қолына ұстап отырған, шешім қабылдайтын мемлекет қызметкерлердің кейбірінің ұры болатынына, халықтың ақшасын оң-солды жұмсайтынына ар-ұят дегеннен аттап кететін бүгінге дейін көрдік. Және олармен күресуі тиіс мемлекеттік органдар деп білетінбіз. Ол жаңағы антикор дейміз. Бұған дейін де талай қызмет жаңағы агентстволардың аттары өзгерді, солай олар жемқорлықпен күресу керек еді. Бірақ соңғы 2-3 жылдың көлемі болды біздің елімізде арманшыл жастардың арманын орындайтын бір ұйым пайда болды. Соның басшысы, бірлестіктің директоры Дидар Смағұлов біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз. Рахмет. Әділдік жол деп аталатын қоғамдық бірлестік деп атаймыз, Енді соңғы осы жылдың өзінде мысалы сіз қазір Алтай Көлгіновке қатысты үлкен сындар айтасқа жеке тоқталамыз оған қатысты. Оның қандай да бір осы әрекеттері бар, заңсыздық әрекеттері бар деп. Даниял Ахметовті ерекше сынадыңыз, Өмірзақ Шүкеевтің әрекеттерін ерекше сынадыңыз. Көп енді. Басшы болған талайлар сіздің сыныңызға ілігіп жатыр. Жел сол жақтан соғып жатқан жоқ па? Ондай күмән жоқ па? Осындай қарсыластарымыздың көптігі, мен әлі білмеймін кімнен. Олардың да болуы мүмкін, басқа жақтан да болуы мүмкін. Өйткені біз өткен жылда өте көп мәселелерді көтердік, және де нақты кісілерді айыптадық. Өткенде 1 жыл бұрын мен сіздің подкастыңызда болдым, және көрермендеріңіз сын жазды. Нақты кім айтсайшы, көп сөзбай, аты жөндерін айт, шығар деп, сол көрермендердің кеңесін естіп, біз 23-те көп осындай аттармен қазір де осы подкастқа келіп, тағы да қазір аттарын айтамыз. Демек, Қазақстанда бюджеттің ақшасын ұрлау қиындай түсті ғой? Иә. Ұрлар үшін. Иә. Бақылау деңгейі көтерілді. Осы жылда президент қоғамдық бақылау туралы заңға қол қойды. Аларса өткен жылда 1 сәуірден бастап ол күшіне енеді. Ол да бізге көп мүмкіндік береді бақылауға, тексеруге, жалпы халыққа. Бастысы елдің жаңа белсенділігі артса болды. Иә, тек қана белсенділік керек. Халықтың осы көрермендеріне де бір құлақтарын алтын сырға осындай заң болады, мүмкіндік бар. Өз әкіміңізді өз бақылай аласыздар. Тек қана ниетіңіз таза болса, барлық мүмкіндіктер бар. Жақсы. Енді жаңа сіз бір үлкен эксклюзив ақпараттар алып келдіңіз ғой бізге. Қазір соған кіріспес бұрын алдымен бүгінге дейін осы былтыр сіз жариялаған мәліметтер бар. Соның ішінде бір ең жаңағы атышулылары бар. Одан кейін өзіңізде мүмкін кейбірін ұмытсам айтарсыз ақпараттар айта кетсеңіз. Бірі мынау Шымкенттегі мұз сарайына қатысты. Иә. Олигарх Сичанов Forbesқа кіреді екен, $360 миллион состояниесі бар деп жазылған. Forbes'та 23-ші орында тұрады екен. Бұл кісіні кім десеңіз ақпарат бетіндегі мәліметке сүйенетін болсақ, ол 21 миллион теңгеге жаңа немересінің тойына торт жасаған, Қайрат Сатыбалдымен құда болған, соның қызын алған жаңағы үлкен әулеттің үлкені болып табылады. Сол әулеттің бір мүшесі болып табылады енді. Әлгі атақты тортты көрдік қой бәріміз енді. Қазір Қайрат Сатыбалды қамауда, енді құдасына осындай 17 жыл үлкен мұз жаңағы сарайын берген екен дейді. 128 миллион теңгеге сатылған дедіңіздер. Ал жалпы оның негізгі құны нарықтағы сол кездегі 1 миллиард теңгеге жуық болған. Бүгінге дейін енді қыруар ақша тапқан. Бүгінге дейін де осы істі жаздыңыздар, айттыңыздар. Немен шешілді? Олигархтан тартып алу мүмкін болды ма, қайтару? Мүмкін болды. Бізге бейресми түрде айтты. Иә, біз ақпаратты алдық. Қазір оны қайтадан мемлекетке қайтарамыз деген ақпарат келді, бірақ ол бейресми түрде біз қазір қадағалап отырмыз. Бұл жерде мәселе оны кім алады, қайда ақша аламыз дейді жергілікті әкімшілік. Бірақ біз сол 20 қазір сандармен қателесуім мүмкін, өйткені қазір есімде жоқ. Бірақ олар 100 миллион теңге сатып алып, 5-6 жылдың ішінде миллиард 128 миллион теңге сатып алған. Айына 100 миллион, жылына 100 миллион, 150 миллион теңге, 200 миллион теңге дейін ақшаны алып, 10 рет оны
10 есе рет қаражатты алған мемлекеттен. Яғни олигарх үшін ақша табылады, егер мұз айдын оның қолында болса, ал егер мұз айдыны мемлекетте болса, ақша жоқ деген сұрақ. Бірақ біз әлі оны қадағалауда ұстап отырмыз, бізге ресми түрде жауап береді. Осы жылда оны қайтадан мемлекетке қайтарамыз. Өйткені осы миллиард теңге, тапқан миллиард теңгесі, ол тек қана мемлекеттен. Мемлекеттен басқа қаншама жеке арендаға береді. Жеке арендаға береді, үлкен бір ғимарат. Сондықтан мемлекет үшін ол пайдалы актив деп ойлаймыз. Меніңше бірақ қайтарып қана қоймау керек. Бұған дейін 10 есе арзанға сатқан адамдар жауапқа тартылу керек. Иә, ол да бар. Сосын тағы бір мәселе, сіздердің осы зерттеулеріңізден кейін мынау Өмірзақ Шүкеевтің жағажайы, пляж Шүкеева деп аталып кеткен жер, Түркістан облысындағы Дубайдың 9 миллиард теңгеге жуық қой деймін, иә? Жумейра пляжы. Енді суреттерді көрген кезде енді ана масқара енді болып жатқан. Сонымен жағажайдың шаруасы не болды? Кім түсті ана жерден? Рахатын кім көрді? Әлі ол да тексерісте. Жалпы мен Түркістаннан келгеннен бері 3 қылмыстық іс қозғалды. Жергілікті антикормен барлық мәселелерді зерттейміз, анықтаймыз деген уәдемен. Бірақ оны да қадағалау керек. Өйткені сол 9 миллиард теңге жағажайы қазір ол да мүмкін. Өйткені басқа біз мәселені көтергенбіз. Қазіргі таңда сол істі қысқартамыз ғой деп хабар келіп жатыр. Өйткені олар да сол жерде әрекеттерін жасап жатыр екен. Сол арыздар жазған кісілермен мен пара берген кісілер, Каспийда көрсетілген паралар жоқ, мен емес, мен жазған жоқпын деген арыздарын қайтарып отыр өзіне. Бірақ біз оны қадағалап отырмыз. Астанадан бірден антикордың басшылығына да жеткіземіз, барлық мәселелерді аяғына дейін жеткіземіз деген. Әкім, сол Түркістанның әкімі да жоқ, ол жалған ақпарат, сот шешімдері жоқ, барлық істері сотта, осындай жалған ақпарат таратуда. Әкімнің керек болса енді керек болса енді сіздерді жауапқа тартылады ғой, оған да бара алмайды. Сотқа беріңіз, егер мен жалған ақпаратты берсе, мысалы оларда Маншук Сыздықова деген кәсіпкер бар, оның бизнесі болды, бизнесін қырып жойып, бизнестің орнында парковканы салды, ақшаны басқа адамға берді. Осы мәселе бойынша әкімнен сұрайды, қалай болды, брифингке шығады ғой. Сол кезде әкім айтады, ешқандай сот шешімдері әлі шыққан жоқ, қазір соттау болып жатыр, бірақ сот шешімдері 1 жыл бұрын күшіне енді. Осы мәселе бойынша мен осы сізден шығып, қазір есіме келді, ертең мемлекеттік қызмет істері агенттігіне арыз жазамыз. Түркістан қаласының әкімі неге жалған ақпарат таратады? Ешқандай сот шешімі жоқ, қазір дау өтіп жатыр. Барлық сот шешімдері күшіне енді. Және анау Маншук Сыздықова деген кәсіпкер рас, шынында сол жер әлі оның балансында тұр. Құжаттарды ашсаңыздар, құжат бойынша жатақханасы да бар, дүкендері да бар. Ал барып көрсеңіз, ол парковка. Ресторанға жасалған парковка. Ал ресторанды балалардың мектептің орнында, қол өнершілердің мастерскаяның орнында салған ресторандар. Демек, анау жағажайға 9 миллиардтың жағажайына Шүкеевтер шомылған жоқ, халық та шомылған жоқ. Иә, шомылған жоқ. Қазір жағажайды кәсіпкерге берді, доверительный управленияға, басқаруға. Кәсіпкер айтады, мен оны алдым, осындай 9 миллиард салынды деген пляжды аламын, кәсіпті бастаймын деген оймен алдым. Бизнес қоямын ғой деген ғой, дайын ғой. Иә, бірақ ешкім келмейді дейді. Мен қазір оны бас тартамын, келісімшарттан деп ниетімен жүрмін, бірақ менен қашады әкімшілік. Қайтадан өзіне алмайды сол жағажайды. Сондықтан қазір ол да бір үлкен мәселеге айналды. Департамент басшысы ала салшы, көзін жаба салшы, болды, келісейік деп. Көбісі сол Түркістан жақтан, оңтүстік жақтан. Қаншасын дейін көбі? Мен жарияладым оны адамдар арқылы, осы Түркістанға келмеш, Түркістан туралы ештеме айтпасан, 3 бөлмелі пәтер мен 70-ка Камри. Бірақ маған Камри ұнамайды, мен өзім Шевролетпен жүремін. Жоқ, оны естіп алып Шевролетке келіп тұрмасыздар деп олар. Соған қателесіп, яғни ол қалжың, бірақ осылай ұсынған. Айтады, тек келмеуіңіз үшін. Иә, келмеуіңіз үшін және ешқандай мәселе көтермейсін деген. Осындай келісімшарт, және осыған дейін жариялаған посттарды өшіріп, бұл мәселені көтермейсін деген барлығына. Олар маған айтты, сен уайымдама, сен мемлекеттік қызметші емессің, біз оны білдік, сен
біз де бір жаққа жасақ та саған ешқандай жауапкершілік болмайды, қорықпа. Оны да анықтап алды мен көндіремін деп. Бірақ әрине біз тоқтамаймыз, өйткені бізге сенген халық, осы мен айтқан ақпараттың 70% ол арыздар. Халықтан келген арыздар. Біз әділдік жолы ретінде, ұйым ретінде біз заң үстемдігі деген жобаны бастадық. Кез келген қазақстандық бізге осы 1463 және әділдік кезі сайтына заңсыздық туралы хабарласып, оның мәселесін тегін біз іске асыруға аяғына дейін жеткізуге дайынбыз. 1463 колл-центр бар, әділдік кезет сайтымыз бар, және әлеуметтік желілерде бармыз. Сондықтан қазақстандықтарды, көрермендеріңізді, егер осындай заңсыздықтар, әділетсіздіктер фактілері болса, жемқорлық фактілері болса, бізге жасырын түрде хабарласып, біз оны тегін көмек беріп, ісін аяғына дейін жеткізуге тырысамыз.